бір кісі айтқандай, бір кісі уағыз жіберіп отыр дейді. Адам ата мен Хауана жәннатта жүрсе дейді, екеуі базарға барды дейді. Екеуі базарға барып сауда істеп жүрген кезде шайтан кепті деп айтады дейді жаңа. Сонда отқан ғой, қонақта отқан адамдар. Қалай бұл де, Адам ата мен Хауана өзі екі ақ штук дейді де жаратылыс. Базарда кім сауда істеп тұр деп айтады. Соқсап, ойбай, не бір айтқыштар бар. Содан кейін шығып қалды мана кісіге дейді да. Өткен базарда тағы бір адамдар бар деп айтқысы келіп тұр ғой. Сауда істеп. Біз үй деп айтпаймыз. Біз прямой мына жаққа шығарылды деп айтамыз. Жәннаттан жерге шығарылды, бірақ екеуі екі жаққа тасталды деп айтады, дұрыс па? Хабарларда. Кейін екеуінің кездескен жері Арафат тауы. Мына мұсылмандардың тұратын үлкен қажылықтың ең үлкен парызы, 3 парыз бар ғой үлкен, иә, қажылықтың. Соның ең үлкен парызы бұл Арафат тауында тұру. Сол Арафат тауы, Арафа деген, яғни бір-бірімен кездесті, таныды, білісті деген жер екен. Екеуінің кездескен жер екен. Сол жерде екеуі сәждеге құлап, Раббысылардан кешірім тілейтін жер. Қараңыздар, жәннат күшті ма? Анаяқтан комфорттан дискомфортқа түскен кезде бар ғой. Lexus джип айдап жүрді, кейін Nexia айдашы. Бір түрлі боласың, Жигули айдасың, вообще жерге кіресің. Дұрыс па? Мойындайықта сондай ғой. Комфорттан дискомфортқа түсу қалай? Қиын ба? Қиын. Адам ата мен Хауанаға солай қиын болды дейді.